Барлықтарыңызға қайырлы күн. Құрметті көрермендер, қыздар, келіншектер. Бүгін жаз басталып, міне шиелер пісіп, осы шиелерден варенье жасайтын боламын. Видео рецептін міндетті түрде түсіремін. Видеоны соңына дейін көріп, рецептімен танысып, варенье жабу түрін біліп алыңыздар. Міне тазалап алынған, тазалап жуылған шиелерімнің үстіне, бұл жерде примерно 3 килограмм шие, соның үстіне осындай 3 килограмм шекер салып, 6-8 сағатқа мына шиенің өзінің соғы, су бөлінгенше бір түнге қалдырам. Сосын таңата уже нетем, баяуында қайнатамын. Қазір бетіне шекер салып, үстін жауып қоямын. Міне қыздар, қантын ерітіп, бір қайнатып алдым. Енді суып тұр. Енді тағы бір қайнатып, тағы да суып қалдырамын. Сосын тағы да 2-3 рет солай жасап, мынандай қою, мына сұйықты қою сироп болғанша солай қайнатуды жалғастырамын. Жалпы 5-6 рет осылай қайнатып, бір қайнатып суытып, бір қайнатып суытып, міндетті түрде суытып қайнату керек. Сонда сироп әдемі болып шығады. Бұл менің екінші қайнатуым. Тағы да 2-3 рет қайнатамын. Соңғы рет қайнатып жатырмын вареньені. Осылай сұйық, сироп сияқты болып шықты уже. Соңғы рет қайнатқанда кішкене ұзағырақ қайнатамын, қатты ыстық қылып. Сосын банкілерге жауа береміз. Мына жерде суым қайнап жатыр, банкілерді партиетіп аламын. Қазір видеоны көрсетемін. Міне осылай оңай ғана партиете саламын. Тағы осындай табақтың үстіне сетаны қойып, банкінің үстіне орналастырып қайнатып саламын осылай. Оп-оңай, осылай саламын. Крышкалерді осылай қайнап тұрған ыстық суға салып қойдым. Стерилизовать етіп тұрады, өзі осылай. Варенье дайын. Енді стерилизовать етілген контейнерге құямын. Міне қараңыздар, менің вареньем осылай болып шықты. Как джем сияқты болады. Осы рецепті көріп, барлықтарыңыз осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өте жеңіл рецепт. Пайдаларыңызға жарасын. Егер видеоны ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.